Бұл видеоны түнде көруші болмаңдар. Мен өмірі мистикаға толы адаммын негізі. Сондай жағдайлардың бірін айтып бергім келіп тұр. Өзім қорыққаннан свет жағамын. Бұл жағдай 2024 жылы болды. Мен ол кезде 18 жасқа толдым. 23 қаңтар жер сілкінісі барлығың естерінде шығар. Түнгі сағат 12:00-ден аса бергенде мені общагада тұрғандықтан достарым келіп құттықтады. Содан кейін сразу далаға шығып айтып бүйтіп кипиш болып кетті, короче. И таңғы 5-ке дейін далада жүріп қалдық, қайтадан жер сілкінуі мүмкін деп, сөйтіп келіп ұйықтадым. Ол кезде мен ашкада тұратын, яғни 2 адам тұратын бөлмеде. Менің соседкам Амина деген қыз болды. Амина, көріп отырсаң, привет. Мен таңертең будильникқа ол кезде тұра алмай қиналып жүрген кезім, и каждый день мені Амина «Бурлен, вставай, будильник» деп оятатын, короче. Сөйтіп таң намазының уақыты болады, мен таң намазға тұрам, будильник шырылдайды. Әдеттегіде Амина мені оятады, будильник анау-мынау деп. Ойымда дым жоқ, Аминаның кроватына қараймын, енді привычка болып қалған, бүйтіп қараймын, Амина бүйтіп әдеттегіде бүйтіп ұйықтап жатыр, короче. Сосын мен тұрамда шығып дәрет алуға кетем. Дәрет алып келем, таң намазын оқып жатырмын, и почему-то андай чувство болды, артымда біреу тұрған сияқты. Бұндай жағдай барлығында болған шығар, андай сезім, как будто артында біреу тұрған сияқты. Но бұл обычный случай емес. Мен артымда біреу тұрған сезіп тұрсам да, қасымда Амина бар ғой деп соған арқаланып, енді кішкене дух жинап, намазды бөлмей кәдімгідей шын ниетпен оқыдым. Сөйтіп намаз оқып болғаннан кейін жай намазды бүйтіп жинап жатып, Аминаның кроватына қараймын қайттан бүйтіп. Қарасам, Амина кроватта жоқ. Сосын мен түсінбей қалдым, қалай ол деп. Еще менің туған күнім ғой, 23 январь, маған тез жиналып, уже универге кету керек. Сосын ойладым, бұл галлюцинация ма, қалай ол, не болды, мен сонда кім оятты деп. Басында қорқытпауға тырыстым өзімді, аятел курси қосып қойдым да, тез жиналып шығып кеттім универге. Потом ар ойландым, бер ойландым, миыма қонбады. Каждый день мен сол дыбысқа оянып үйреніп қалған шығарым. Мне так показалось деп ше. Но мен 100% сенімді болдым, то, что мен соседкам өз орнында жатқанына. Бұл, кстати, әңгімені ол әлі білмейді. Потому что мен қазақша сөйлеймін, ол тек орысша сөйлейді. Мен оған айтуды ұмытып кеттім. Сол достар сәл-пәл болсын, объяснение болса жазып кетіндер. Просто общагада болғаннан кейін бұндай нәрселер өте көп болды. Бұл сондай жағдайлардың біреусі ғана. Если мына видео ататын болса, дофига нәрсе болса, соны барлығын айтып беремін. Всем пока!